Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қалыптастырушы бағалаумен таныстырғым келіп отыр. Өзім жасаған, бұны оқушыларды күнделікті сабақ барысында бағалауға арнап жасаған болатынмын. Шағын жасауда мен А3 қағаз қолдандым. Менде оқушы саны аз болғандықтан оқушылардың тек фото суретін жапсырып кеттім және жоғарысына 1-ден 10-ға дейінгі бағалау шкаласын жазып кеттім. Мен оқушыларды бағалауда бірінші мен үй тапсырмасын бағалаудан бастаймын, яғни үй тапсырмасын орындаса плюс немесе галочка қойып кетемін. Солай бүгінгі тапсырма бойынша 10 балға дейінгі тапсырмаларды оқушы орындағанына қарай балын шығарып беремін. Бұл оқушылардың көз алдында тұрғандықтан үнемі іліп қоямын тақтаға. Оқушылар өздерінің әр сабақта қанша бал алғанын көріп отырады. Және де егер сізде 5 тапсырма болатын болса, бірінші үй тапсырмасына 2 балмен, әр тапсырманы 5 тапсырманы 2 балдық жүйемен бағалап 10 бал шығаруға болады. Егер сіздерде оқушы көп болатын болса, онда оқушының фотосуретін емес, ат жөнін жазып кетсеңіздер де болады. Және бұл қағазды постоянно пайдаланатын болса, үнемі пайдаланғыларыңыз келсе, онда бұны жасағаннан кейін скотчтап тастасаңыздар болады. Және скотчтың үстіне маркермен жазсақ, ол бізде бүлінбейді қағаз. Оны кейінде өшіріп пайдалана беруге болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік.